Жаңалық ашқан сайын барлық тірліктің қасиеті бәйтеректен, алғашқы тамырдан алатынын түсіне берді. Ғасырлар өтті. Адам өз ұлтының ұлы байлығын сақтап, көбейте білді. Жасампаздықтың қасиетті жолын жалғастырды. Тамырға деген құрмет, ерекше сыйдың арқасында қазақ халқының ғасырлар елігінен өткен мәдениет өмір сүріп келеді. Абай ТВ. Кеш жарық біздің құрметті қонақтар, патша көңілді көрермен. Қазақстан телерадио корпорациясы құрамындағы Абай арнасының ресми таныстырылымына қош келдіңіздер. Ақпарат кеңістігіне ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойы қарсаңында қосылып отырған арна Хакім Абай мұрасын дамыту ісін ілгерілетуді көздейді. Сондай-ақ телеарна ұлттық және әлемдік өнер мен мәдениеттің інжу маржанын қалың бұқараға ұсынады. Абай телеарнасы отандық медиа кеңістікте ғаламдық мәдениет пен өркениетті тоғыстырған бірден бір арна. Біз мәдени мұра жәдігерлерінен, салт дәстүр мен төл туындылардан, тұлғалар тарихынан, Хакім Абай шығармаларынан, білім мен ғылымнан, әдебиет пен өнерден, отандық және әлемдік классика жауһарларынан, рухани құндылықтарды дәріптеп, кемелдік шыңына бастайтын, озық мәдениетті насихаттап, өткен мен бүгіннің арасын жалғайтын жобалар ұсынамыз. Бізбен бірге шексіз шығармашылық әлеміне жол ашыңыз. Төл мәдениетіміздің тұнығынан сусындаңыз. Абай арнасы, ақыл ойдың айнасы. Абай мұраларын терең зерттеп, оның ағартушылық еңбегін жалғастырушы рухани ізбасарлары елдің мәдени, рухани өмірінің жаңа көкжиегін ашып берді. Абай арнасының ашылуы әр қазақ, әр азамат мемлекетіміздің бір-бірінен сүйінші сұрайтын жақсы қуанышты хабар. Ал енді осы телеарнаға өзінің рухын қоса береді деп білем. Және де бұл үлкен демеу. Үш, екі, бір, мотор! Абай атамыздың ойшылдығын, Абай атамыздың сөзге деген ерекше ықыласын, Абай атамыздың ғажайып жырларына тән әдемі нәзіктікпенен сұлулықты, оның әндеріндегі ғажайып мелодиялардың бәрін сақтап, сол биіктен көрінулеріңізге тілектеспін. Жалпы қазақ халқы үшін, қазақ қоғамы үшін үлкен мереке, көптен бері күткен мереке, және бір жағынан бүгінгі күнде өзіміздің өркениетіміз үшін, әдебиетіміз үшін, мәдениетіміз үшін ең бір маңызды телеарналардың бірі болады деп ойлаймын. Жалпы біздің қазақ халқымыз үшін маңызды да өзі сүйген телеарналардың бірі болады деп біз өте күтудеміз. Бұл енді жалпы қазақ руханиятын, ұлт руханиятын насихаттайтын тәрбиелік мәні бар қазақ халқына қызмет ететін бірден бір Абай телеканалы. Бұл енді құбылыс деп айтуға болады қазіргі күннің. Осы телеарнадан өткенімізді ұмытпайтын, бүгінгімізбен мақтанатын, бүгінгі әдебиетімізбен, мәдениетімізбен, өнерімізбен осы телеарнадан осындай жаңалықтарды көре аламыз деп ойлаймын. Бұл үлкен жауапкершілік. Телеарнадағы біздің мамандарға, журналистерге, өнер адамдарының алдындағы үлкен жауапкершілік.
осы жауапкершілік барлығымызға ортақ.